Ілияс Жансүгіровтің 1934 жылы жазылған романтикалық рухы биік, шабыт пен поэзиялық қуатқа толы қазақ әдебиетіндегі бірегей поэмаларының бірі. Шығарма 7 бөлімнен тұрады. Поэма қара өлең ұйқасымен жазылып, 11 буынды 4 тармақты өлшемді сақтайды. Поэмада еркіндік пен тәуелділік, махаббат пен қатыгездік, өмір мен өлім, өткінші тіршілік пен мәңгілік өнер арасындағы күрес терең бейнеленген. Шығарма оқырманды буырқанға теңіздей өз иіріміне тартып, өлең өрнегі нөсердей төгіледі. Туындыда арқадан Алатауға бет алған Кенехан ордасының көш-қоны суреттеліп, Абылай хан әулеттің қадірлеген елдің хан келуін салтанатпен қарсы алып, ерулік жасап, бие сойып, сый-сияпат ұсынған көріністер нанымды көрсетіледі. Хан ордасына сары үйсін руынан шыққан жас күйші келіп, өзінің 99 алуан түрлі мұңды да сырлы, тәтті де ащы күйлер арқылы хан сұлтанға, би мен беттерге рухани ләззат сыйлайды. Осы киелі өнер иесі хан кененің қарындасы Қарашаштың назары ауады. Қарашаш пен күйші арасындағы ішкі психологиялық қақтығыс, сезім арпалысы шығармада кең әрі шебер ашылған. Ақ-Ордада алмас қылыштың жарқылы мен айбатты Қарашаш ханшаның қаһарлы үні күйшінің есін жияды. Өзінің қарапайым ортадан шыққанын, хан тұқымымен теңесе алмайтынын терең сезінген күйші аймын етіп кінәсін мойындайды. Сол сәттен бастап бұрынғыдай тәтті күй төгілмей, 90 күйді қайта-қайта шерткенімен жүрек тербетер әуен қайталанбайды. Жалпы, күйші поэма оқиғасы шиеленіскен. Тілі көркем, мазмұны терең, поэмалық талаптың бәріне жауап беретін туынды. Екі кейіпкердің жан дүниесіндегі толғаныс пен ішкі тартыс нанымды суреттеледі. Ақырында күйші ханшаға деген сезімінен гөрі еркіндікті жоғары қойып, ордадан кетеді. Ал текті Қарашаш оның өнерін биік бағалап, күйші құрмет көрсетіп, кең даланың еркін самғауын жол ашады.